саламатсыздар ма оқушылар, алдарыңызда көп нүктесі бар өрнекті қарастыратын боламыз. Яғни бұл дегеніміз өрнегіміз қайталана береді деген сөз. Бірінші өрнегімізге назар аударатын болсақ, бөлімінде 5 бөлшек сызығы, ал мұнда 1 плюс бөлшек бөлімі тағы 5-ке тең. Яғни біздің бөлшегіміз алымында да қайталанады деген сөз. Бұл жалпы бірінші өрнегіміз x деп белгілейтін болсақ, бұл үлкен бөлшегіміз бөлшектің алымында да кездеседі. Демек, бұны да біз x деп белгілей аламыз. Енді x-ті тауып алайық. Бірінші бөлімі 5, алымында 1 плюс x тең, бұл x-ке тең. Осыдан x-ті тауып алатын болсақ, пропорция әдісімен 5x тең болады. 5x тең болады 1 плюс x-ке. Яғни 5x минус x тең 1. 4x тең 1-ге, x тең 1-ді 4-ке бөлеміз, сонда бізде 0,125-ке тең. Енді екінші өрнегіміз дәл осы әдісті қолдана отырып, барлық толығымен өрнегімізді y деп белгілеп аламыз. Бұл өрнегіміз бөлшектің бөлімінде де қайталанады. Демек, бөлімінде y-ге теңестіре аламыз деген сөз. Яғни, шығарайық енді 6 1 плюс y тең болады y-ге. Пропорция әдісімен y-ті табатын болсақ, y 1 плюс y-ке көбейтеміз тең 6. Жақшаны ашамыз, y плюс y квадрат тең 6-ға. Квадрат теңдерге келтіріп алайық. Y квадрат минус y плюс y минус 6 тең 0. Век теоремасын қолдана отырып, түбірлерін табамыз. Яғни түбірлерінің көбейтіндісі минус 6-ға тең, түбірлерінің қосындысы минус 1-ге тең. Демек, бірінші түбіріміз минус 3, екінші түбіріміз 2-ге тең деген сөз. Біз теріс мәнді алмаймыз, себебі бөлшегіміз барлығы оң таңбалы, сондықтан теріс шешімін алмаймыз. Демек, бізде x-іміз сонда бізде 0,125, y-іміз 2, азайтатын болсақ, минус 1,175-ке тең болады.